Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін робототехника бөлімі бойынша түс датчигі сабағын өтеміз. Алдымен ойланайық. Робот ұғымымен сендер танысыңдар ма? Робот деген не? Бүгінгі сабақта үйренетініміз түс датчигін қолдану. Робот деген не? Робот тірі организм принципі бойынша құрастырылған, жандандырылған автоматты құрылғы. Роботтар қарқынды дамып келе жатқан болашақтың жоғарғы технологияларының бірі. Қазіргі кезде роботтар өміріміздің көптеген саласына еніп үлгерді. Lego Mindstorms Education EVA 3 негізгі оқу жаттығу роботы. Lego Mindstorms программаланатын роботтарға қолданылатын құрастырғыш құрылғы. Датчик әртүрлі ақпаратты, яғни температура, жылдамдық, сәуле, түс, дыбыс өлшеуге арналған құрал. Датчиктер электронды және механикалық болып бөлінеді. Электронды датчиктердің құрамына сезгіш және түрлендіргіш элементтер кіреді. Олардың негізгі ерекшеліктері сезгіштігі. Датчиктер қызметіне қарай жанасу датчигі, ультрадыбыс датчигі, гироскопиялық датчик, түс датчигі деп 4 түрге бөлінеді. Жанасу датчигі батырманың басылғанын немесе басылмағанын дәл анықтайтын құрал. Жанасу датчигі күнделікті өмірде жиі қолданылады. Мысалы, компьютер пернетақтасында, электронды пианиналарда. Түс датчигі. Түс немесе жарықтылығын анықтай алатын сандық құрал. Түс датчигінде түс режимі 1 см қашықтықтағы нысандардың 7 түрлі түсін және жарықтың деңгейін анықтай алады. Қара 1, көк 2-ге, жасыл 3-ге, сары 4-ге, 5, қызыл 5-ге, ақ 6-ға және қоңыр 7-ге тең. Егер элемент датчиктен шығарылса, немесе элементтің түсі дұрыс анықталмаса, датчик осы түс туралы түссіз 0-ге тең деп хабарлайды. Түс датчигін қалай қолдануға болады? Түс датчигі 3 режимге ие. Түс режимі, шағылысқан жарықтылығы режимі, сыртқы жарықтылығы режимі. Түс датчигін қолданып жұмыс жасау үшін роботты мына суреттегідей құрастырып алуымыз керек. Роботты қатесіз құрастыру үшін оқушыға арналған Lego Mindstorms Education EVA 3 программасын ашамыз. Біле жүрейік. Кез келген жобаны программада құрғаннан кейін, оны EVA 3 модуліне жүктейміз. Программаны роботқа USB кабелі, Bluetooth немесе Wi-Fi арқылы жүктей аламыз. Жобаның жүктелуі программаның төменгі оң жақ бөлігіндегі терезеден көрінеді. Міне қызық, ғалымдар күннің шын мәнінде ақ түсті екенін дәлелдеген. Себебі ғарыш кеңістігінен күн сәулесі аппақ болып көрінеді. Атмосфера қабатынан өтіп, жерге сәулесі түскенде, ол сары түске ие болады. Енді тапсырмалар орындаймыз. Ізденіп орында. Анықтамасын жаз. Датчик сөзінің анықтамасын жазамыз. Ойлан жаз. Датчик атауын жаз. Жасырын сөзді тап. Сандар мен әріптердің байланысын тап. Жасырын сөзді анықтап сөйлем құра.
Енді сұрақтарға жауап берейік. Датчиктер қызметіне қарай қанша түрге бөлінеді? Түс датчигінің қанша режимі бар? Жобаның жүктелгенін қайдан көруге болады? Талдап салыстырайық. Жанасу датчигі мен түс датчигін салыстырып, ұқсастығы мен айырмашылығын анықта. Келесі тапсырма компьютерде орындаймыз. Lego Mindstorms Education EV3 программасын аш. Нұсқаулыққа сүйене отырып, роботты құрастыр және түс датчигін орнатып программаға жүкте. Бірінші, старт блогына рульдік басқару блогын қос. Қосу режиміне ауыстыр. Қуатын 40-қа теңестір. Екінші, рульдік басқару блогына күту блогын жалға. Датчиктен ақпарат алу үшін оның режимдерін өзгерт. Түс датчигі, салыстыру, түс. Үшінші, бастапқы блоктың параметрлеріне қызыл түсті орналастыр. Төртінші, күту блогына тағы бір рульдік басқару блогын жалға. Датчик қызыл түсті анықтаған кезде моторларды тоқтату үшін өшіру режимін қос. Бесінші, төмендегі дайын болған команданы роботқа жүкте. Алтыншы, роботты іске қосып, оның жұмысының дұрыстығын тексер. Осымен балалар, ауа райы арқылы сабағымызды қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.